Саламатсыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Сіздермен бірге мектебіміздің басты арнасының жаңалықтары. Студияда Ғазиза Мамиреев. Бүгінгі бағдарламада Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, 28-ші қысқы универсиаданың ашылу салтанаты және универсиада жаңалықтары. Үлкен Владимировка орта мектебінде универсиадаға арналған спорт апталығының ашылуы. 31 қаңтар күні Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кезекті жолдауы баспасөз беттері мен интернет басылымдарында жарияланды. Жолдаудың тақырыбы Қазақстанның үшінші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Онда 5 негізгі бағытқа басымдық берілген. Экономиканың жеделтілген технологияның жаңғыртылуы, бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейту, макроэкономикалық тұрақтылық. Адами капитал сапасын жақсарту, институционалдық өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбайлас жемқорлықпен күрес. 2017 жылғы 31 қаңтар күні Бесқарағай ауданы Үлкен Владимировка орта мектебінде ұстаздар қауымы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын талқылады. Мектеп директорының тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары Ғазиза Касина Чегебаева жолдаудың 5 басымдығы мен таныстырып кетті. Біз Үлкен Владимировка орта мектебінің ұстаздары Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың еліміздің дамуының негізгі басымдықтарын айқындап берген Қазақстанның үшінші жаңғыруы, жаһандық бәсекеге қабілеттілік Қазақстан халқына жолдауын үлкен түсіністікпен және ыстық ықыласпен қабылдадық. Елбасының барлық идеялар мен бастамалары әрбір қазақстандықтың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап береді. Еліміздің одан әрі дамуына жол ашады. Ұстаздар қауымын президенттің елді индустрияландыру, жедел экономикалық модернизациялау жөніндегі саясаты өте қуантты. Осының нәтижесінде жаңа кәсіпорын, жаңа өндіріс орындарының іргетасы қаланып, жаңа жұмыс орындары ашылуда. Мұның барлығы халықтың жағдайын, әл-ауқатын жақсарту үшін жүзеге асырылып жатыр. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында экономиканы жаппай цифрландыру, аграрлық сектор экономиканың жаңа драйверіне айналдыру, жаңа еуразиялық логистикалық инфрақұрылымды дамыту мәселелеріне баса назар аударғаны қуантады. Ұстаздар қауымына білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыруды, оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын дамытуды тапсырады. Осы басымдықтарды орындау қазақстандықтардың денсаулығының нығаюына, әлеуметтік өмір сапасының жақсаруына әкеледі. Біздер бүкіл ел болып, президенттің референдум туралы халыққа жолдаған үндеуін үлкен қызығушылықпен тыңдадық. Мұндай саяси мәселені Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көреген ұлы саясаткер ретінде шешіп, біздерге ғана емес, болашақ ұрпаққа демократияның жарқын үлгісін көрсетті. Жолдауда қойылған міндеттерді бірге орындауды жалғастырамыз. Біз жолдауды қолдаймыз, біз президентті қолдаймыз, болашақтың іргетасын бірге қалаймыз. 29 қаңтар күні Алматыда 28-ші қысқы бүкіл әлемдік универсиаданың алауы тұтанды. Универсиаданың ашылу салтанаты 3 сағатқа созылды. Алматыдағы осы бір тарихи сәтті тамашалауға келгендердің санында шек жоқ. 12 мың адамдық су жаңа Алматы арена кешенінде көрсетілген театрландырылған қойылым Қазақстанның ұлы дала дәуірінен қазіргі заманғы тарихына, сондай-ақ елдің болашақ жоспарларына арналып инновациялық технологиялар қолданды. Дүбірлі доданы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев салтанатты түрде ашып, спортшыларға сәттілік тіледі. Байрақты бәсекеде жайлы тілшіміз Серікбол Ақнұр баяндайды. Ел есінде қалатын 11 күнді өткізу үшін 5 жылдан аса дайындық жүргізілді. Спорттың 12 түрі бойынша 57 мемлекеттен келген 2000-нан аса қатысушы өзара бақ сынасуда. Универсиада Алматының 8 спорттық нысанында өтеді. Оның екеуі осы шараға арнайы тұрғызылған. Солардың бірі Алматы арена кешені. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, ерліктің дастаны, Көк байрақ көкке
өлке көтеріліп, әнұран шырқалды. Дүбірлі додаға келген 2000-нан аса спортшының стадион үлкен ықыласпен қарсы алды. Ал қазақстандық құрамаға жанкүйерлер аяғынан тік тұрып құрмет көрсетті. Көрермен қауым ұлы дала тарихынан сыр шертетін театрландырылған қойылымды тамашалады. Негізінде еліміз универсиадаға 1993 жылдан бері қатысып келеді. Осы қысқы сайыстар аралығында еліміздің қоржыны 40 жүлдемен толыққан. Нұрсұлтан Назарбаев қазақ елін қолдай келген. Әр қонаққа ризашылығын білдіріп, спортшыларға сәттілік тіледі. Қысқы универсиада тәуелсіз мемлекеттер достастығы аумағында тұңғыш рет біздің елімізде Қазақстанға да ғана өткізіліп отыр. Бұл деген біз үшін үлкен дәреже. Бұл халықаралық студенттік спорт федерациясының құрамына кіретін 171 елдің Қазақстанда деген сенім мен зор құрметі болып саналады. Біз 2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойындарын табысты өткізгеніміз естеріңізде болар. Көптеген спорт түрлері бойынша талай әлем чемпионаттары менен біріншіліктерін біз қабылдадық. Универсиада қарсаңында Алматыда бірнеше жаңа стадиондар мен айшықты атлеттер ауылы салынды. Мұның бәрі отандық спорттың инфрақұрылымына салынған орасан инвестиция, жастарымыздың шынықтырып, болашақта чемпион болуына жасалған қамқорлық болып саналады. Меймандарымыз байрақты бәйге кезінде еліміздің қонақжайлығына көңілі толып, таңғажайып табиғатына көз қанықтырады деп сенемін. Баршаларына тағы да Қазақстанға қош келдіңіздер деймін. Универсиада алауы жағылды. Студенттер жарысы ресми түрде басталды. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев универсиаданы ашық деп жариялады. Достар, спортшылар, бүкіл әлемнен жиналған біздің қонақтарымыз. Мен бүкіл әлемдік 28-ші қысқы универсиада ойындарын ашық деп жариялаймын. Бұл тарихи сәтті 80 елден шамамен 1 миллиард көрермен трансляция арқылы тамашалады. Спорт ойындарының әрқайсысы әлемге танымал телеарналардан көрсетіледі. Универсиада олимпиададан кейінгі ең ірі спорттық шара саналады. Сондықтан бұл күндері ең алдымен ел абыройы сынға түсетін анық. 1960 жылдан бері әлемнің 27 елін аралап, 1000 жылдық тарихы бар Алматыға жеткен универсиада 8 ақпан күні аяқталады. Еліміздің намысын қорғайтын спортшыларымызға табыс тілейміз. Қоржынымыз алтындарға толып, ел мерейі үстем болсын. Сіздермен болған Серік Болақнұр, мектеп жаңалықтары. жылғы 30 қаңтар күні үлкен Владимировка орта мектебінде 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиадаға арналған апталықтың салтанатты ашылуы өтті. Мектеп алдында 1 және 11 сынып оқушылары сапқа тұрып, универсиада спортшыларына жалауша, шар, плакаттар арқылы өз қолдауларын көрсетті. Апталықтың 1 күні үлкен спорттық іс-шаралармен басталып кетті. 1 және 2 сыныптар үшін көңілді старт эстафетасы, 3-4 сыныптар үшін шанамен жарыс, 5-6 сыныптар үшін пионер бол ойыны, 7-8 сыныптар үшін шаңғы жарысы, 9-11 сыныптар үшін хоккей жарысы өтті. Мектеп директоры Гүлзифа Қабыкен қызы Тілеубекова құттықтау сөз сөйлеп, барлық спортшыларға сәттілік тіледі. Соңында барлық жеңімпаздар марапатталып, көтеріңкі көңіл күймен тарқады. Сіздермен бірге болған Оразы Байұлы, мектеп жаңалықтары. Сіздермен болған Ғазизова Мерер, келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.